Достар, сонымен біздер бүгін онлайн сабағымыздың 6-ші күніне де келіп жеттік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы number, сандар. Ағылшын тілінде дұрыс, қатесіз сандарды айтуды бүгін үйренетін боламыз. Сонымен бастаймыз. Жалпы ағылшын тілінде сандардың екі түрі бар. Қазақ тіліндегі секілді ordinal және cardinal numbers. Cardinal деген сол есептік сандар, ordinal реттік сандар. Қазір әрқайсысына жеке тоқталаймыз. Так, сонымен кардинал сандар, есептік сандар. Оны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Қазір бір-бірлеп санап шығайық. Сонымен бір бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қайталап санаймыз. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жалғастырамыз. Енді ағылшын тілінде санаған кезде 10-нан 19-ға дейін сандарды айту үшін 10, 11, 12, 13 деп айту үшін 13-тен бастап түбір 3 деген сөзге, 4 деген түбір сөзге тиін деген жалғауды жалғаймыз. Яғни мысалы 14 қазақ тіліндегі секілді бірінші 4, одан кейін 10. Тиін деген ондық деген мағынаны білдіреді. Одан бұрын қараңыздар 10, 11, 12, 13 үшеуі исключение, яғни exception болып есептеледі. Яғни бұл ережеге бағынбайтын, оларды сіздер солай жаттап аласыздар. 10 дегеніміз ағылшын тілінде 10, 11, 11, 12, 12. Үшеуі 10, 11, 12. Одан кейін 13 бізде 13, тиін деген жалғауы бар. 14, 4, тиін 10 деген сөз, яғни 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. Қайталап айтамыз, тиін дегеніміз ондық деген мағынаны білдіреді. Қайтадан санаймыз 10-нан 19-ға дейін. 10, 11, 12, бұл үшеу исключение. Одан кейін 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Өте оңай, яғни 4, 5, 6 деген сандарға ағылшынша тиін деген жалғауды жалғай қоямыз. Түсінікті ме? Сонымен қатар бұл жерде мынандай ережеге назар аударыңыздар. 13 және 15 деген кезде, 13-те бізде 3 ғой, оны біз сөге ауыстырамыз, 13 деп айтамыз. Және 5 бізде 5 болғанымен, оған тиін жалғаған кезде бізде V, E әрпі F қайнала соқтан біз 15 емес, 15 деп айтаймыз. Қайталап айтамыз 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Түсінікті, жалғастырамыз. Келесі. Енді ондық сандар 20, 30, 40, 50, 60 дегендер ағылшынша қалай болады? Яғни ондықтарды білдіру үшін біз T деген жалғауды қолданамыз. Жаңа бізде тиін болды ғой. T-E-E-N, тиін. Ал мына жерде бізде T. Сонда N әрпі жоқ. Түсінікті, тиін және T. Мысалға, 20 бізде 20, 30 бізде 30, 40 бізде 40, 50 бізде 50, 60, 70, 80, 90, 100. Қайталап айтам, барлығына T деген жалғау жалғаймыз. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100 дегеніміз 100. Түсінікті? Яғни T дегеніміз 10 деген мағынаны білдіреді. Немесе 30, 40 барлығына T деген жалғауды жалғаймыз. Сонымен қатар мына қараңыздар, T мен T-ның айтылуы ұқсас болғандықтан шатастырмау үшін мұқият тыңдаймыз. Мысалға қараңыздар, 40 бізде 40 болса, 14 бізде 14. Немесе 15 бізде 15 болса, 50 бізде 50. 60, 16, 16. Яғни сонда N болса, ол 16, 15, 14 деген мағынаны білдіреді. 17 бізде 17. Ал 70 бізде 70 мен аяқталады. Әр жалғастырамыз. Енді 21-ден 29-ға дейін немесе 31-ден 39-ға дейін, яғни ондықтардың арасындағы сандарды білдіру үшін біз бірінші 20 деген сөзді аламыз, 20, және оған 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қоса қоямыз. Өте оңай. Мысалға 21 бізде
21. 20, 21, 1. Түсінікті, е? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Түсінікті, е? Жалғастырамыз, қайтадан айтайық. 21, 22, 23. Қазақ тіліндегі секілді өте оңай. 30 болса 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Содай жалғаса береді. 40 болса 40, 50 болса 50 деп оған сандарды 1-ден 9-ға шейін қосып отырамыз. Жалғастырамыз. Келесі, енді жүздіктер. 100 деген бізде жаңа айттық, я? 100. 100 деген 100 деген мағынаны білдіреді. 200, 300 деп айту үшін, яғни 2, 3, 4 деген сандардың қасына 100 деген сөзді қосамыз. Мысалға, 1, 100 қалай болады? 1 және 100. 100. 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Түсінікті, я? Қайталап айтып, 100 деген 100-дік деген мағынаны білдіреді. Оның алдына 2, 3, 4, 5 деген бірлік сандарды қоямыз. Сонымен достар, әрі қарай жалғастырамыз. Екінші сандардың түрі қазақ тіліндегі секілді ағылшында да ordinal және cardinal numbers бар деп айттық. Cardinal дегеніміз ол бізде есептік сан есімдер, заттардың санын қанша екенін білу үшін қолдансақ, ordinal реттік сан есімдер, яғни заттардың ретін білдіру үшін қолданылатын сан есімдер. Ағылшын тілінде ordinal сан есімдер жасау үшін негізінен бізде th, яғни z деген жалғаулықты қолданамыз. Бірақ ережеге бағынбайтын бірнеше сан есім бар, соларды жаттап алуларымыз қажет. Олар бізде бірінші, екінші және үшінші деген 3 сан есім ережеге бағынбайды. Бірінші дегеніміз бізде, бір дегеніміз one болса, бірінші бізде first болады. Екінші, екі дегеніміз two болса, екінші second болады. Үш дегеніміз three болса, үшінші third болады. Осы үшеуін жаттап аламыз. Қайталап оқимыз. First, бірінші, second, екінші, third, үшінші. First, second, third. Түсінікті, е? Одан кейін жасалу өте оңай. Төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші деп айту үшін біз 4 деген санға th деген z жалғауын жалғаймыз. Сол кезде 4, 4, fourth, төртінші, fifth, бесінші, sixth, алтыншы, seventh, жетінші, eighth, сегізінші, ninth, тоғызыншы. Түсінікті ма? Қайталап айтамыз. Fourth, төртінші, fifth, seventh, sixth, кешіріңіздер, seventh, eighth, ninth. Түсінікті, е? 1, 2, 3, бірінші, екінші, үшінші ережеге бағынбайды, қалғандардың барлығына z деген жалғаулықты жалғаймыз. Жалғастырамыз. Келесі 11-ден 19-ға дейін бұл жерде де есептік сан есімде th жалғауын жалғаймыз. Мысалға 11 бізде 11 болса, 11-ші 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Яғни барлығын соңына z деген жалғаулықты жалғап шықтық. Сол кезде бізде реттік сан есім пайда болды. Жалғастырамыз. 10-нан 90-ға дейін ондықтарда бұл жерде де сан есімге есептік z жалғауын жалғаймыз. Мысалға 10, 10, 10-шы 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Түсінікті ма? Яғни th жалғауын жалғадық. Бұл жерде тағы бір нәрсеге назар аударыңыздар. Бізде 20 деген кезде бізде t-дан кейін y әрпі тұрды мына жерде, е? Қарап есіңізге түсірейік. 20, 30, 40 y әрпімен аяқталып тұрды. Бірақ ол y әрпінің соңына z жалғауын жалғаған кезде ол y әрпі бізде I және I әрпіне айналып өзгеріп кетеді. Түсінікті ма? Осын жазу жаттап аласыздар. 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Жалғастырамыз. Енді мына суретке назар аударыңыздар. Бұл жерде 21-ші ғасыр деп айтылып тұр. Себебі 20 бізде 20, st, яғни бірінші, first. 21-ші ғасыр. Егер бізде шыққанда 21 болса, 21 деп айтар едік. Бірақ бізде мына жерде st деген жалғау тұр, яғни 21-ші деген мағынаны білдіреді. 21st century, 21-ші ғасыр. st деген жалғауды реттік сан есімді көрсету үшін жасап бері жалғап қойған, яғни 21-ші
ғасыр. Енді достар, практикалық бөлімге көшейік. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Енді осы өткен тақырыптың барлығын тағы бір рет қайталап жіберейік. Сонымен numbers дегеніміз бізде сан есімдері. Сонымен ағылшын тілінде екі түрлі сан есімдері бар. Cardinal numbers, есептік сан есімдер және ordinal numbers. Бірінші қазір cardinal numberстарға кесте түрінде қайталап шығатын боламыз. Қараңыздар. Бірінші 1-ден 9-ға дейін, қараңыздар. 0 бізде 0 болады. 1, 2, 3, қайталаймыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға дейін есептік сан есімдер. 0-ден 9-ға дейін. Одан кейін ондықтар. Қазір көреміз. 10, 11, 12, 12. Одан кейін жалғаса береді. Мына екеуі бізде ережеге бағынбайтын болады. Қараңыздар. 11, 12 дегеніміз 11, 12 деген сөз. Одан кейін жалғастырамыз. Қалғандарының барлығы тиын жалғауын жалғаймыз. Мысалға 14, 13, 15. 15, бұл жерде бір әріптің айырмашылығы бар. 16, 17, 18, 19. Түсінікті, барлығына тиын жалғаймыз. 11 мен 12-ден басқасына бұны айттық. Бұл 11-ден 19-ға дейінгі сандардың жасалуы. Келесі, енді ондықтар 10-нан 90-ға дейін қалай жасаймыз? 10, 10, бұл жерде 20, бұл жерде барлық сандарға T деген жалғауды жалғаймыз. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Түсінікті? Бұл жерде өзге жазылуында өзгешелік бар. 13, 30 деп жазылып тұр. Келесі, енді 21-ден 22, 23, яғни сандардың ондықтардың арасындағы сандарды айту үшін біз жазған кезде мынандай дефис қоямыз. Одан кейін қасына ондықты жалғаймыз. 21, 21, 22, 22, 33, 44, 55, 67, яғни 66, 60 және 6, 77, 77, 88, 90, 90. Келесі жүздіктер. 100 дегеніміз бізде 100, түсінікті айтылды ол. 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 600, 700, 800 және 900. Түсінікті? Бұл бізде cardinal numbers, есептік сан есімдер. Жалғастырамыз. Енді реттік сан есімдер 100, 1000, 1,000 жері қараңыздар. Яғни 1 деген санның орнына 100, 1000, миллион деп айту үшін біз оның орнына 1-дің орнына деген артиклді қолдансақ болады. Бұның да мағынасы 1 деген мағынаны білдіреді. Жалғастырамыз. Келесі 105 деп айту үшін 105, 300, 320, 425, 425. Түсінікті? 1005 болса 1005, 3020 болса 3020, 4025, 4025. Әр қарай жалғастырамыз. Енді сермен бірге 100 қараңыздар. Миллионды біз әлі миллион деп айтамыз. 100, миллион, 400, 56,700. Яғни бұл өте үлкен сандарды айту үшін қолданылады. Келесі ordinal numbers. Реттік сан есімдер. Жаңа ғана түсіндіріп өттім. Реттік сан есімдер заттың ретін білдіреді. Оны жасау үшін біз сан есімге, есептік сан есімге TH және Z деген жалғаулықты жалғаймыз. Бұның ішінде басындағы 3 сан бізде ережеге бағынбайды. Бірінші, first, second, және third үшеуін жаттап аласыздар. Ал қалғандардың барлықтарына TH, Z деген жалғауды жалғаймыз. Мысалға, 4-ші fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Түсінікті? 20, 30, 40 деп айтқан кезде, қараңыздар, ол жерде де TH жалғаймыз, бірақ бұл жерде 20 деп айтқан кездегі соңғы Y әрпі I әрпіне өзгереді. Түсінікті? Жазылуында өзгешелік болады, яғни 20th, 20-ші, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th,
90s. Түсінікті, иә? Бұл бізде реттік сан есімдер болды. Қараңыздар, 21 дегеніміз бұл 21. Есептік сан есім. Енді 21-ші деп айту үшін біз 21st деп айтамыз. Себебі бірінші деген бізде first. Түсінікті, иә? 21st 21, 22nd 22, 33rd дегеніміз үшінші деген сөз, яғни 33-ші. 44th 44-ші, 55th 55-ші, 66 66-ші, 77th 77-ші, 88th 88, 99th 99-ші. Жалғастырамыз, енді жүздіктері кейде бұл жері th жалғай саламыз. 100 деген сөздің соңына.